Өткенді ұмытуға көмектесетін медитацияға қош келдіңіз. Бұл медитация сізге өткенді ұмыту үшін, өткен өмірді не үшін ұмыту керектігін, өткен өмірге не үшін қайта-қайта оралмау керектігін түсінуге және өзіңіздің өткеніңізге ризашылық білдіруге көмектеседі. Бұл медитацияны бастау үшін құлаққап киіп, көзіңіздің пердесін жабыңыз. Мұрныңыздан терең дем алып, дем шығарғанда өзіңізге дем алуға мүмкіндік беріңіз. Ал бастайық. Бір сәт мені тыңдашы. Білесің бе? Өмір деген ағын су секілді ғой. Ағып жатады. Ешқашан бір орында тұрмайды. Біз де сол ағынға ілесіп, алға қарай жылжуымыз керек. Ал кейде біз өткен шақтың жағасында қалып қоямыз. Сол кездегі қателіктерді, өкініштерді, тіпті реніштерді қайта-қайта еске алып, жүрегімізді ауыртамыз. Ойлап көрші, бұл дұрыс па? Өткен ол біздің тәжірибеміз, сабағымыз. Ол бізді қалыптастырған, бірақ ол бізді тұтқында ұстауы тиіс емес. Күн сайын өткенге үңіле беру, алға қарай қадам басуға кедергі келтіреді. Бұл артқа қарап жүрумен тең. Ал артқа қарап жүрген адам алға жете ала ма? Әрине жоқ. Білесің бе, кешегі күн тарих. Оны өзгерте алмаймыз. Бірақ бүгінгі күніміз нағыз сый. Сондықтан да оны қалай өткізетініміз тек өзімізге байланысты. Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік. Жаңа бастамалар, жаңа қуаныштар күтіп тұр. Неге біз осы мүмкіндіктерді өткеннің көлеңкесінде қалдыруымыз керек? Тыңдашы, осы сәтте тыныштықты сезін. Айналаңа қарашы, күннің жылуын, желдің лебін сез. Бұл өмірдің өзі. Ал өмір тоқтаусыз алға жылжиды. Біз де сол ағыммен бірге болуымыз керек. Білесің бе, кейде біз өткеннің елестерімен күресіп жүріп, бүгінгі күніміздің қандай керемет екенін байқамай қаламыз. Жанымыздағы жақсы адамдарды, бізге берілген мүмкіндіктерді елемейміз. Өткенге байлаулы болу қазіргі бақыттан бас тартумен тең. Ойлап көрші, егер сен үнемі ескі жараңды қасып отырсаң, ол қашан жазылады? Ешқашан. Сол сияқты ескі өкініштерді қайталай берсең, жүрегің ешқашан тынышталмайды. Оны емдеу үшін ең алдымен оған тиіспеу керек. Мүмкін сені біреу қатты ренжіткен шығар. Бәлкім сен өзіңді кінәлі сезінетін шығарсың. Бірақ есіңде болсын. Кек сақтау ол уды жұтып, басқа біреуге жамандық күтумен тең. Оның саған еш пайдасы жоқ. Тек өзіңді ғана улайды. Кешіру бұл әлсіздік емес. Керісінше, күштілік, өзіңді босату, жеңіл дем алу мүмкіндігі. Тыңдашы, әрбір ақ таң жаңа үміт. Әрбір батқан күн ескінің аяқталуы. Қараңғы түннен кейін міндетті түрде жарық күн шығады.
қиындықтар мәңгілік емес. Олар уақытша сынақтар. Олардан өту арқылы біз күшейеміз, дана боламыз. Мүмкін сен қазір қандай да бір қиындықты бастан кешіп жатқан шығарсың. Бәлкім өткендегі қателігің сені әлі де мазалап отырған шығар. Бірақ есіңде болсын. Барлық адам қателеседі. Ең бастысы сол қателіктен сабақ алып, алға жылжу. Өзіңді кешіруді үйрен. Өйткені кешірім бұл тек қана басқа біреуге емес, ең алдымен өзіңе жасаған жақсылығың. Тыңдашы мені. Өткенді ұмыту оңай емес шығар. Бірақ бұл қажет. Бұл сенің жеңіл дем алуың үшін, бақытты болуың үшін керек. Өткенді жүгің емес, тәжірибең ретінде қабылда. Одан күш ал, бірақ оған байланба. Білесің бе, өткенді ұмыту дегеніміз оны жоққа шығару емес. Ол біздің өміріміздің бір бөлігі болған. Біз одан көп нәрсе үйрендік. Бірақ үйдің ескі жиһаздары сияқты ол бізге енді қажет емес. Ол біздің кеңістігімізді тарылтып, жаңа нәрселердің келуіне кедергі келтіреді. Ойлап көрші, егер сен үнемі ескі кітаптарды оқи берсең, жаңа қызықты әңгімелерден қалай хабардар боласың? Өткен де сондай. Ол біздің кітабымыздың бір тарауы ғана. Біз жаңа тарауларды ашуымыз керек. Жаңа беттерді толтыруымыз керек. Мүмкін сен өткенінде жақын адамыңды жоғалтқан шығарсың. Бұл өте ауыр қайғы. Бірақ есіңде болсын, олар сенің жүрегіңде мәңгі сақталады. Олардың жақсы естеліктері сені жылытады, ал олардың өмірі сен үшін үлгі болады. Сен олардың армандары үшін де өмір сүруің керек. Тыңдашы, өмір бұл саяхат. Кейде бұл жол тегіс болмайды. Тасты, шұңқырлы жерлері де болады. Бірақ әрбір қиындықтың артында жаңа мүмкіндіктер, жаңа көкжиектер ашылады. Ең бастысы тоқтап қалмау, алға қарай ұмтылу. Терең демал. Енді барлық өкперенішіңді, қателіктеріңді, өкініштеріңді көз алдыңа елестет. Олардың бәрін бірге жібер. Олар сенің жүрегіңді босатып, алға қарай қадам басуға мүмкіндік берсін. Сен бұдан әлде қайда күштісің. Сен жаңа бастамаларға, жаңа жетістіктерге лайықсың. Есіңде болсын, әрбір күн жаңа өмірдің бастауы. Өткенді ұмыт, бүгінгі күніңмен өмір сүр. Ертеңге үмітпен қара. Сен өз тағдырыңның қожасысың. Есіңде болсын, әрбір жаңа дем, жаңа бастама. Сен бәрін жақсы жасайсың. Мен саған сенемін. Көзіңді аш. Күлімсіре. Өзіңді құшақта. Алға қарай қадам бас. Өмір сені күтіп тұр.